Жай үйрететін робот 2 жастан 12 жасқа арналған. Бұл қазір қосылып тұр. Қолдануын қысқаша түсіндіріп кетемін. Қазір осылап көзі көрініп тұрған кездерде басынан сипасаңыз болады. Haha, that's funny. Haha, that's funny дейді. Яғни бұл қызықты дейді. Hihi, that is comfortable. Бұл да рахат дейді. I like to play with you. Мен сенімен ойнағым келеді деп баланың қызықтыра That is really comfortable. Tap my head again. Басыма қайтадан тиіңіз жақсы деп Hey, жатыр. my friend, did you miss me? Мені сағындыңыз ба деп сол сияқты шат жасай беруге болады. Оның сыртында жай бүйтіп басқа да That is really comfortable. Tap my head again. сосын төмен қаратыңыз Let me show you my mouth. Don't worry, I don't bite. That's my right eyebrow. көзі қайда қарап тұрғандар соларды түсіндіріп отыр. I get shy when you touch my face. Мен бетіме тиген кезде мен ұяламын дейді. What's down there? Төмен жақта не бар дейді. My left eyebrow is up there. Сол сияқты осылай қолдануға болады, немесе сөйлеуге болады. Do you know Kazakhstan? Who is Adam? Adam is the name given in Genesis 1-5 to the first human. Beyond its use as the name of the first man, Adam is also used in the Bible as a pronoun, individually as a human and in a collective sense as mankind. Бұл жерде, мысалы, Адам ата туралы сұрадым. Адам ата ең алғашқы адам деп түсіндіріп жатыр қысқаша түрде. Осылай чат жасай беруге болады. Чат жасау үшін, оның үшін мынаған бір рет басасыз, ары қарай тыңдайды, содан кейін сізге жауап береді. Бұл жақта да дауысын азайтып қосасыз. This is my forehead. Дауысын азайтып қосуға болады. Және өшіру үшін мына кнопкасына басасыз. Reboot, ол restart деген сөз. Немесе power off деп өшіресіз. Goodbye. I will miss you. Қосқан кезде даусымен қосасыз.